Сәлем достар, сіздермен бірге ашық корей тілі мектебі. Бүгін біз топик тестіне дайындықты бастаймыз. Яғни корей тілінің біліктілігі жайлы тест. Жалпы ол корей тілінде біз хангуго 능력 시험 дейді. Ағылшынша аббревиатурасы топик Test of Proficiency in Korean деген. Жалпы мынау дегеніміз mock топик, пробный сынақ деп айтамыз ол. Жалпы топик тесті ол 3 деңгейден бөлімнен тұрады. Бірінші тыңдау, оқу және жазу деген. Мынау біздің бүгінгі түсіндіретін өтетін алатымыз шешетін тестіміз ол оқу тесті болады. Сіздің яғни оқып және дұрысын белгілейсіздер. Және кішкене жазудан кішкене тест бар. Мен ал сұрақтарды қазақшаға аудармадым, өйткені ол топик тесті бәрі корей тілінде болады. Сондықтан сіздер көріп үйрене беріңіздер. Жалпы олар тест көп жауаптар үшін бір дұрыс жауабын таңдау керек. Бірінші сұрақты түсіндіріп өтейін. 1 мен 3-ші сұрақтарға арналған екен. 보기와 같이 다른 것을 고르십시오. үлгідегідей басқа нәрсені таңдаңыздар. Мысалы, 학생, 선생님, 의사, 가방, оқушы, мұғалім, дәрігер, сөмке. Енді мына үшеуі де адамдардың бір мамандығы, қызметі жайлы болып тұр. Оқушы, мұғалім, дәрігер деп, ал кабан деген, сөмке дегеніміз ол бір зат. Сондықтан сөмке ол басқа нәрсе. Сол сияқты мынау 한국, 중국, 미국, 사람 деген сияқты сөздердің ішінен қатесін табасыздар. Енді бұл тест сіздердің қаншалықты елдердің аттарын, заттардың аттарын жаттағандарыңызды көрсетеді. Екінші сұрақ ол 4 пен 6-ға арналған. 보기와 같이 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. үлгідегідей бос орынға дұрыс нәрсені таңдаңыз. мысалы, 저 단어는 바이라예요. 저는 바이라예요 деген сөзде 는 деген жалғаймыз. 은 емес, өйткені мына жерде 받침 жоқ, 받침 болса 은 болар еді. 이가 емес. 저가 деген емес енді. Так. Сол сияқты мына жерге де дұрыс жалғауларды жалғайсыздар. келесі. 7 мен 8-ге арналған. 보기와 같이 빈칸에 빈 деген жалпы бос 칸 деген орын. 칸에 알맞은 것을 고르십시오. үлгідегідей бос орынға дұрысын белгілеңіз. дұрысын таңдаңыз. 저는 бағанағыдай екені осылай таңдайсыздар. бұл жерде енді кішкене шылау дейміз ба, сөз ба, жалпы талар өздерінше бір бөлек сөздер. мыналар жалғау болса, мыналар сондай шылау ма, жұрнақ, сондай басқа сөз табы. екінші. 보기와 같이 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. үлгідегідей бос орынға дұрысын белгілеңіздер. мысалы,
이름이 뭐예요? деген сұраққа қандай жауап қайсысы дұрыс келеді? Қандай жауап дұрыс келеді? Сәйкес келеді. 이름이 뭐예요? атын кім? деген сөз. 한국 사람이에요 деген дұрыс емес, е? атын кім десе, мен Кәреймін деген. 학생이에요, оқушымын деген де дұрыс емес. 책이에요, кітап деген де дұрыс емес. яғни 다오민이에요, 다오민мін деген сөз. атын кім десе 다오민. осылай сұрақтарға астынан дұрыс жауабын таңдайсыздар. 10-да 11-ге 12 мен 13. 다음은 무엇을 의미합니까? 보기와 같이 찾으세요. келесі нәрселер нені білдіреді? үлгідегідей табыңыздар. мысалы, 학교 дейді үлгіде. 학교가 не келеді? мысалы, мынау асхана, тамақ ішіп отыр. мынау жатақхана, ұйықтайтын және сабақ орындайтын үстел бар екен. мынау миөншел деп тұр. бұл енді ми деген әдемі шаш тарасы. шаш тарасы. ал мынау мектеп, әрине, ту және сағат, кіреберіс, алаң және бау бар екен. 학교, яғни үшіншісі дұрыс. сол сияқты 식당 дегеніміз қайсы? соны белгілейсіздер. 13-те 컴퓨터가 교실에 있어요. соны белгілейсіздер. дегенге қайсы сурет сәйкес келеді? келесі. 다음 내용과 같은 것을 고르세요. келесі неон дегеніміз текст, жалпы соның мәніне сәйкес келетін нәрсені таңдаңыздар дейді. 안녕하세요. 저는 잠이 아니에요. 몽골 사람이에요. 저는 회사원이에요. 지금 한국에 있어요. 요코 씨는 제 친구예요. 일본 사람이에요. 요코 씨는 지금 한국에 있어요. 요코 씨는 학생이에요. деген кішкентай ғана текст деген жаңа чамиян мен йоко деген дос арқылы осы текстке байланысты мына сұрақтарды оқып дұрысын белгілеңіздер. және соңғысы кішкене жазуға арналған тест. бұл да өздерін жазыңыздар. егер тексерткілеріңіз келсе маған жіберсеңіздер болады, мен тексеріп берейін. 이름, 나라, 직업 소개해보세요. атыңыз, ел, қай жерден келдіңіз, және мамандығыңыз, жұмысыңыз, кәсібіңіз жайлы таныстырыңыз дейді. өзін таныстыру, осылар жайлы айтып, мысалы, 안녕하세요. 저는 다오민이에요. 중국 사람이에요. мамандығы енді 학생 болса керек. 학생이에요. жалпы топикте осындай клеткалар болады. соған әр буынды бөлек-бөлек осылай жазамыз. басында абзац, әр буыны бөлек-бөлек, таңба бөлек орын қалады. осылай жазамыз. соған кішкене ғана бұл дайындық тест. мысалы мен былай жаздым.
안녕하세요. 저는 가비드예요. 카자흐стан 사람이에요. 학생이에요. деп жаздым. осылайша сіздерді үйде жазып жаттығыңыздар. Мынау дұрыс жауаптары. Осымен өздеріңіз тексеріңіздер. Егер тест қиын болса, мен осы тестті түсіндіріп тағы бір видео салайын. Егер қиындық астын комментарияға жазыңыздар. Мен ойымша ешкімге қиын емес деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.